Ассаламуалейкум барлықтарыңызға тағы да бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз трейдингтің түрлері. Өткен сабақтарда жалпы трейдинг деген не, нарқымыз қалай жұмыс жасайды, қайдан алып қайдан сатамыз және трейдингтағы позициялар, bid ask, spread және де stop loss take profit туралы үйренген болатынбыз. Ал бүгін жалпы трейдингтің түрлерін қарастыратын боламыз. Ол трейдингтің түрлерін түсіну үшін біріншіден біз позициялармен қалай жұмыс жасайтынымызды бір қайталап өтсек. Мысал ретінде бізде мынандай график болсын. Мысалға $100 басталған график болсын. Мысалы 120-ға дейін өсті, 110, 130 болсын, мынау қайтадан 100 болсын, мынау 125 болсын, мынау 110 болсын, мынау 150 болсын. Мысалға. Енді қараңыздар, 110-нан 120-ға дейін баға өскен. Бұл жерде біз қандай позиция қолдансақ болады? Лонг позиция қолдансақ болады. Яғни $100-дан лонг ашып, 120-ға келген кезде жапсақ болады. Плюс $20. Одан кейін $120-ға келген кезде $110-ға дейін құлаған. Осы жерде біз қандай позиция қарасақ болады? Шорт позиция қалсақ болады. Яғни 120-дан шорт ашып, 110-ға келген кезде жапсақ, қанша пайда болады? $10 пайда болады екен. Дәл солай. $110-ға баға келген кезде 110-нан 130-ға дейін қандай позиция ашсақ болады? Лонг позициясын ашсақ болады. 110-нан лонг ашып, 130-ға келген кезде жапсақ, қанша пайда? Бізде $20 пайда болады екен. Тағы да не бар? Енді қараңыздар. $110-дан лонг ашқанбыз, сөйтіп сіз қарамай қалдыңыз. Қарамай қалған кезде ол $130-ға дейін $20 пайда көріп тұрған едіңіз, бірақ сіз қарамай сол күйі бір күні мысалы ашық қарап қалдыңыз. Қарап қалсаңыз, баға $100-да жүр екен. Бұл жерде не болады? Онда $110-дан лонг қашқансыз, бірақ $110-дан төмен түсіп кетті $100-ға дейін. Егер де сіз 130-ға келген кезде жаппаған болсаңыз, онда минус $10-да жүреді екенсіз. Демек, бұл жерде нені түсінеміз? $110-дан ашып, 130-дан жапқан кезде ғана барып, біз $20 пайда көреді екенбіз. Ал егер де жауып үлгермеген болсақ, баға 100-ге түсіп кететін болса, 110-нан төмен тұрғандықтан ол лонг позиция ашылғандықтан минуста жүреді екен. Жақсы, $110-дан лонг ашып, 130-дан жаптық делік. Енді 130 бен 100-дің аралығында қандай позиция қолданамыз? Әрине, шорт позициясын қолданамыз. 130-дан 100-ға дейін қанша пайда көреді екенбіз? $30 пайда көреді екенбіз. Тағы да мынаны айта кетейік. Сіз 130-дан шорт ашқансыз. 100-ге барған кезде жауып үлгермей қалдыңыз. Баға тұрды 125-те жүр екен сіз қараған кезде. Содан бұл жерде не болады? Пайдадасыз ба, шығындасыз ба? Бұл жерде плюс $5 пайдадасыз. Неге өйткені сіз 130-дан төмен деп ашқансыз, шортқа құлайды деп. Ол 130-дан төмен 125-те, яғни $5 райынса төменде жүр екен. Демек, шығында емессіз $5 пайдада екенсіз. Бірақ та жаппаған бол жағдайда $100-дан онда $30 пайда көріп тұрған жеріңізден айырылып қалғады екенсіз дегенді білдіреді. Енді жақсы, 130-дан шорт ашып, 100-ден жаптық дедік, $30 пайдамыз көрдік. 100-ден 125-ке дейін қандай позиция ашамыз? Лонг ашамыз, $25 пайда көреміз. 125-тен 110-ға дейін қандай позиция? Шорт ашамыз, одан қанша пайда? $15 пайда көреміз. 100-ден 150-ге дейін қандай позиция ашамыз? Лонг ашамыз, плюс $40 пайда көреді екенбіз. Общий қанша болады? 30, 50, 80, 105, 110, 120, $160 дейік. $160 пайда көресіз. Так, енді қараңыз. Примерно бұл бір аптада жасаған саудаңыз делік. Бір аптаның ішінде күнделікті бит жасаған саудаңыз делік. Күнделікті жасаған саудаңыздан тапқан пайдаңыз. Енді сізде екінші вариант бар, қандай? Сіз $100-дан, мысалға, аптаның басында $100-дан лонг ашқансыз. Сөйтіп, аптаның соңында баға 150-ге жеткен кезде бірақ жаптыңыз. Ол жерде қандай пайда көресіз? $50 пайда көреді екенсіз. Яғни екеуінің разницасы қандай? Мынау күнделікті сауда, мынау ұзақ уақыттық сауда. Яғни трейдингтің бізде түрлері бөлінеді дедік. Қандай? Бізде day trading, swing trading және де scalping деп аталады. Түрлері қандай? Яғни мынау сіздің күнделікті, яғни бір күннің ішінде, мысалы, саудаңызды алып, сатып тастаған саудаңыз day trading деп аталады. Яғни ол бір күннің ішінде жабыңыз деген міндет емес. Просто сіз бір күннің ішінде жасаған саудаңыздың атауы day trading деп аталады. Яғни трейдингтің түрлерінің ішіндегі day trading жатады. Ал енді сіз аптаның басында $100-дан алып қойып, 150-ден сатқан кезде, мысалы, 5 күннен кейін саттыңыз. Содан көрген пайдаңыз, содан жасаған саудаңыз бізде не деп аталады?
swing trading деп аталады. Яғни ұзақ уақыттық сауда деп аталады. Swing tradingтің ішінде мысалға оны біз инвестицияға да жатқызсақ болады. Яғни мысалы осы жылы белгілі бір компания акциясын алдыңызда, 2 жылдан кейін сатсаңыз да ол swing, яғни инвесторлық бағыттағы сіздің позицияңыз болып табылады. Ал swing трейдингқа не жатады? Бір күннен асып кеткен позицияларды біз swing трейдингқа жатқызады екенбіз. Ал скальпинг дегені ол бірнеше минутта, мысалы 1 минуттың ішінде қанша сауда жасау, бірнеше секундта алып сатып жасау деген ол бізде скальпинг деп аталады. Яғни бізде трейдингтің түрлері бар. Day трейдинг, swing трейдинг, скальпинг деген сияқты. Day трейдинг дегеніміз бір күнде алып сатып жасаған саудаңыздың түрі болатын болса, swing ол бір күннен уже асып кетіп келесі күнге қылып қойса, уже ары қарай ұзақ уақыттық swing трейдингқа жатады. Ал скальпинг момент алып сатып секундтар сайын, минуттар сайын жасаған саудаңыз бізде скальпинг деп аталады. Жалпы трейдингтің түрлері бізде осындай: day трейдинг, swing трейдинг, скальпинг деп аталады. Бұл жерде мәселе әркімнің өзінің табиғатына байланысты түрін таңдайды. Басынан күнделікті табыс көру үшін біз day трейдинг жасаймыз, ал жалпы инвестиция үшін біз swingпен айналысамыз, және де ұзақ позицияға ұстаймыз. Немесе өзіңізге сенімді болып тұрсаңыз, бағаның сол бағытқа қарай баратынына сенімді болып тұрсаңыз, ұзақ уақытқа дейін позицияңызды ұстап, үлкен пайдамен жабуға да мүмкіншілігіңіз бар екен. Ал скальпинг көбінесе жаңағы тез пайда көргісі келетіндерге, разгон жасайтындарға арналған. Ол жерде рискі өте көп болады. Дәл солай, мысалға мына day трейдинг пен swing трейдингтің өзін салыстыратын болсақ, мына жерде сіз уверенді түрде $50 таптыңыз. Ал мына жерде біз бәрін уже біліп отырмыз да, мына жерде long ашамыз, мен дайын графиксіз бергендіктен long short деп біліп отырмыз. Сол арқылы, мысалы мына жерде біреуінде $20 тапсақ, екіншісінде $10 жоғалтып қоюыңыз мүмкін. Біреуіңізде -$20 жасап қоюыңыз мүмкін. Яғни әр саудаңызда көбірек сауда жасаған сайын сіздің рискіңіз де көбейе береді. Яғни қаншалықты сауда көбейген сайын риск көбейеді, бірақ та дәл сонысына қарай табысы да көбейеді екен. Жалпы бүгінгі қарастырған тақырыбымыз трейдингтің түрлері болды. Яғни day, swing және скальпинг.